Келесі тақырыпқа арқау болған сол баяғы 91 тобы. Көрерменнің әбден мезісін қашырған топқа тоқталмасқа амал жоқ. Бұған дейін ел ағаларынан бастап тек наразылық естіген топтың нағыз жанашыры пайда болған. Алтынбек Қоразбаев жұрт жек көретін топты жақтап жүр. Шәкірттері көкелерінің бұл әрекетін түсінер емес. Алтынбек Қоразбаев көкем жастарын шәкірттері шашқа қатысты емес, жұтының бәрі сынаған Сырғаны да Қоразбаев көке мақұл көріп отыр. Әзірге әріптестері Сырғаны Қыстекеннің белгісі десе, Алтекең бұған басқаша түсініктеме берді. Сырға тағы несі бар? Сырға тақса кезінде біздің батырларымызда сырға таққан. Мен мысалы оңғылағын кесіп, кішкентай кезімде мен өзім әпкем туған әпкем. Жаңағы мені ұзақ жасасын, мен ең кенжесін, онан туған кенжесін. Ұзақ жасасын, көз үстіне сырға таққанмын. Ол сырған мен төрт сырып қойгенді алыпса. Ештеңе жоқ. Сырға деген ол еркектерге тән нәрсе болды. Сіз ол сөзге дұрыс беріп айтасыз, кезінде қазақтарда болған екен. Мынау бір түйірімға, төсімізде құлағына сырға салып қойған, оған дейін қарсы қалдым. Ал енді біз ол үрдісте емес, біздің ол үрдісте салып жатқан жоқ. Олар қазіргі балалардың жастардың құлағына сырға салып жатқаны еліктеу. Өзге ұлттарда бар ғой, құлақтарына бірнеше сырға салып, сол еліктеуден дүниеге келіп жатқан дүние ғой, соған болар біздің жүрегіміз ауырады. Тоқтар Серіктің өзі 91 сияқты топтарды мүлдем мойындамайды. Ал атшулы Қоразбаев қызғыштай қорғаған жігіттер ол кісіні таниды ме екен? Бұл әрине басқа күннің сұрағы. Ал әзірге ұстаз бен шәкірт арасындағы бүгінгі дауға нүкте қояйық. Біздің қазақтың халқының өзі текті халық қой. Тыржалаңаш адам жақтырмаймыз ғой, облыстан. Кіндігін ашып салып, үйде өлең айтатын, ауыз алақтаған, құлақтарына сырға салған. Сейчас век такой, что говорить? Сен мені құртынан жоқ бұл жерде деген сіз ол болды. Айтсын. Европада емес, қалып қой қолын. Творчество-то водить надо. Алтын көкелері Алтынбек Қоразбаев шәкірттеріне мұндай топтармен күресті басқаша жасау керек деп үйретуде. Өмірдің өзі қоғамға қажеті бар адамдарды қалдырып, керексізін жоғалтады деп көпті көрген композитор.